Сәлеметсіздер. Мен 7-ші сынып оқушысы Мизамбай Романмын. Мен сіздерге вайб-кодинг арқылы құрастырған қауіпсіз мектеп оқушы мінез-құлқын ерте болжау жүйесі жобасын ұсынамын. Сіздерге бір сұрақ қойғым келеді. Сыныпта бәрі күліп отырғанда бір оқушының іштей жылап отырғанын байқадыңыздар ма? Кейде біз көрмейміз. Кейде біз байқамаймыз. Ал кейде кеш болады. Менің жобамның идеясы дәл осыдан басталды. Бүгін мен сіздерге қауіпсіз мектеп оқушы мінез-құлқын ерте болжау жүйесін ұсынамын. Бұл жай ғана платформа емес. Бұл оқушыны қорғауға арналған цифрлық көмекші. Қазіргі мектепте буллинг бар ма? Иә. Өкінішке орай бар. Көреміз. Ал менің жүйемнің мақсаты проблема болмай тұрып анықтау. Мен жасаған платформада әр оқушының мінез-құлқы, сабаққа қатысуы, эмоционалдық жағдайы туралы мәліметтер енгізіледі. Сол мәліметтерге қарап, жүйе автоматты түрде есептейді. Оқушы тәуекел тобында ма, жоқ па? Мысалы, жиі кешігу, сабақтан қалу, сыныптастармен конфликт тұйықталу. Осының бәрі бірге талданады. Сосын жүйе бірден сигнал береді. Бұл оқушыға көмек қажет. Ең маңыздысы, бұл жүйе жазалау үшін емес. Бұл жүйе көмектесу үшін. Ол мұғалімге сөйлесу керек пе, психологқа жіберу керек пе, ата-анамен жұмыс жасау керек пе, соның бәрін ұсынады. Неге бұл маңызды? Өйткені кейде бір жылы сөз, бір әңгіме, бір қолдау баланың өмірін өзгертуі мүмкін. Менің жобамның ерекшелігі, ол мектепті қауіпсіз ортаға айналдыруға көмектеседі. Бұл жерде оқушы бақылауда емес, оқушы қорғауда. Мен болашақта бұл жүйені барлық мектептерге енгізгім келеді. Мобильді қосымшаға айналдырғым келеді. Жасанды интеллект қосып, одан да нақты болжау жасағым келеді. Сөзімді аяқтай отырып, тағы бір сұрақ қойғым келеді. Егер біз бір оқушыны буллингтен сақтап қалсақ, бір оқушыны жалғыздықтан құтқарсақ, бұл жеткілікті ме? Менің ойымша, иә. Себебі әр бала маңызды. Назарларыңызға рахмет.